Сәлем құрбым, менің каналыма қош келдің. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетті. Өз пікірімен бөлісіп кетті. Және де мен күнделікті осындай тәтті және де тез дайындалатын тағамдармен бөлісіп отырамын. Бүгін біз манный крупадан, ұнтақ жарнағынан осындай әдемі пирог жасаймыз. Бұл пирогқа ең алдымен бізге ұнтақ жарнасы 200 грамм қажет болады. Пирогты дайындардың алдын ала өстіп, әдемілеп ыдыстарға граммын өлшеп дайындап алған жақсы. Жасалу жолы тез болады. Бізге манный крупадан кейін айран керек. Айран 2,5% болу керек. 400 грамм айран. 400 грамм айранды құйып алғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Пирогтың ең алдымен көтерілуі ол пештің ысып тұруына байланысты, және де әр затты орнымен пайдаланып, жақсы араластырып, жақсы көңіл күймен жасаған дұрыс. Әр істі бастар алдында бисмилля деп, көңіл күйлеріңіз жақсы болғанда, сіздердің тағамдарыңыз да жақсы шығады. Ең алдымен өстіп, ұнтақ жарнасын жақсылап айран екеуін араластырып аламыз. Бұл жерде іртік болмау керек. Бәрін жақсы бір қалыпты араластырып қоямыз. Араластырып болғаннан кейін біз бұған келесіде сұйық май құямыз. Сұйық майымыз бізде бұл жерде 100 грамм болу керек. Сіздерге қосылатын пирогтың қосындыларын жақсылап видео астына жазып қалдырамын. Граммен қоссаңыздар, жазылып тұрғандай өте жақсы, дәмді, жұмсақ пирогтарыңыз шығады. Егер де бұл жерде сұйық майдың орнына сливочный сары май қолданатын болсаңыздар, ол да болады. Бұл жерде сұйық майды құйып аламыз, және де қант саламыз. Сахар дейміз, қантты 200 грамм қант салсаңыздар болады. Және де қантты жақсы көретін, тәттіні жақсы көретін адамдар 200 грамм салсан, ал егерде қанты азырақ болсын десеңіздер, 150 граммның өзі жеткілікті. Және де бұл жерде біз жұмыртқаны саламыз. 4 жұмыртқа. Жұмыртқаны қолданардың алдында жақсылап холодильниктен, тоңазытқыштан шығарғаннан кейін жақсылап жуып алыңыздар. Себебі жасап жатқан астарыңызға жұмыртқаның қабығы түсіп кетсе, онда ол жерде микробтар түседі. Сондықтан алдын ала оны жуып тазартып алғанымыз дұрыс. Осылай қосындыларды салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Және де бір шай қасықпен біз разрыхитель қосамыз. Ең басында тұз қосамыз, шым-шым, және де қалған ингредиенттерді, қосындылардың бәрін қосып болғаннан кейін осылай жақсылап бір келкі қып араластырып аламыз. Жақсылап бір келкі іртіксіз, өте сұйық болады, өте жақсы, әдемі түс болып беріледі. Бұл жерде біз ұн қоспаймыз, тек қана ұнтақ жарнасы, манный крупаны ғана қосамыз. Соның өзі бізге жеткілікті. Енді бізге пешімізді 180 градусқа ысытып дайындап қою керек. Және де ыдысымызды дайындаймыз. Ыдыстарыңызды майласаңыздар да болады. Бұл жерде мен силиконмен жасалған ыдысты қолдандым. Мен бірақ бұл жерде майлаған жоқпын. Сол жаңағы дайындаған смесімді, пирогымның заттарын осы ыдысқа құйдым. Құйып болған кезде жақсылап толыққанда ыдыстың бәрін саламыз. Ыдыстың ішіндегіні өстіп кішкене көпіршіктенеді беттері. Осыны аламыз да енді ысып тұрған пешімізге саламыз. 180 градуста 45-50 минут қойып қоямыз. 45-50 минуттан кейін сіздерге пирог дайын болады. Сәл кішкене суытып алғаннан кейін сахарный пудра, қант ұнтағын жақсылап бетіне әсемдік үшін сеуіп шығамыз. Осындай тәттілерді жасағыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.
Сіздер де осы рецептпен дайындаңыздар және де пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айтолқын. Тәттілермен өздеріңіздің жақындарыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.